Тараз мемлекеттік университетінің құрамасы. Сонымен достар, 2013 жыл шілде айында тұңғыш рет ауыл әкімдері сайланады. Және бюджетке 23 миллион теңге бөлінеді. Сонымен жаңадан сайланған ауыл әкімінің бірінші жұмыс күні. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Орныңыз құтты болсын. Міне сізге бюджеттен 23 миллион. Осыны жақсылап жеңіз. Ойбай, жақсылап жаратыңыз. Және жыл соңында есеп беретініңізді ұмытпағаныңыз жөн. Ал енді мына көмекшім. Бюджеттен 23 миллион бөлінді. Басқатып кетті, қалай жаратамыз? Ана көрші ауылдың әкімі сияқты кезінде Астанаға кетіп қалды көрген. Басеке, басыңыз қатып кетті ма? Онда біздің әйелден сұрайық. Үйге ақша баран жоқ бұл жерде. Қайда деп сұрасаң, бір сылтауы тұрады бар ғой. Оның мынауың дұрыс екен. Жүр, келіннің шайын ішіп қайтайық. Енді бір қызықтысы осы жағдай 3 ай өткен соң. Келіннің шай ішеміз деп майын ішіп болған сияқты бізде. Мына бюджеттен бөлінген ақшаның 2 миллионы қайда кетті десе, мына бөлменің сәндеуіне кетіпті ғой. Маған аналар шақыр жанау. Нандай-нандайлар анда. Деп айқайлап жүретін. Бас құда? Жоқ, қайда құда? Нандай-нандайлар. Дей береді. Мынау не, шақырып ба? Жоқ, нандайлар. Халық шақыршы маған. Халық? Айқайлап бажылып жүрді, халық шақырды. Халқым. Басеке кіруге рұқсат бар. Рұқсат. Біздің бәріміз бір өзекті мәселе бойынша келіп отырдық. Енді көрші ауылда су бар. Біздің ауылда ауыз су жоқ. Соған бір құбырлар жүргізсек қалай қарайсыз? Оған 10 миллион теңге керек екен. Суды не қыламыз, Басеке? Кола ішпеймін одан жақ. Кола жүре беріңдер, былай кеп келесі. Өз айлықтарын өздеріне жейді. Басеке, өзіңіз білетіндей, біздің ауылдың жолдарын бәрі шұңқыр-шұңқыр. Жаба салыңдар сол шұңқырды. Немен жабамыз? Ине жіппен жамайсың? Қанша керек оған? 7 миллион. 7 миллион? Саған жабу үшін 7 миллион. Саған 10 миллион. Екеуін қоссақ 17 миллион. Қазақстан Республикасының халқы 16 миллион теңге. Менде бары 15 миллион. Келесі. Pourquoi je vis, pourquoi je bats, aussi, түнжағы сөмірі. Тоқтат, інішек. X-фактор астыңғы қабатта сойқа бар. Бәріне оң келесі. Басеке, ауылдың шетіндегі талдардың астын бәрін әктеп шығу керек. Ауылда әк жоқ. Қалай әк жоқ? Қайрат Нұртастың афишалары жетіп жатыр ғой жерде. Соны теріс аудар, әппақ болады. Сөйтті талға орап скотчтап тастасаң зың болады ғой. Сендер бәрін бір болмайтын бір әңгімен айтасыңдар. Қанша керек ал сенің әк дегеніңе? 300 мың теңге жетеді. 300 мың теңге? Міне, Одан кейін өл. Өдан кейін өл. Одан кейін у. Қай жерге келдің мен? Одан кейін өл. Қойшың. Міне, нағыз өзекті мәселе. Табиғат тылсым дүние, табиғатты аялау керек. Берген. Мен саған 300 мың берем. Берес. Сен талдарды әктейсің. Есеп беретін кезде маған 3 миллионға деп есеп алып келесің. Басеке 4 миллион. Мақыл, 4 миллионға деп есеп алып келесің. Қалай 304 миллион болмай? Жарай, 400 мың қып берем. Онда болады. Бар. Басеке, мен мәселем бәрі бір шетке шешіліп жатыр ғой. Алда бір керемет бір тағы бір сұрақ бар еді. Айт алғандай сұрақ. Мейрам. Алда үлкен мейрам келе жатыр, 9 мамыр деген. Осы ауылымыздағы жалғыз ғана ақсақалымыз 93 жастағы атамызға бір сыйлық жасайықшы. Сыйлық емес, көлік сыйласақ қайтеді. Көлік емес, танк сыйлақта танка. Осы нерін өліп қойыңыз орнен болың. Дұрыс, көлік сыйлау керек, Қандай көлік сыйлаймыз? Енді сіздің әкеңізге не ұнайтын білмеймін ғой мен. Енді шамамен қандай көлік? Шамамен сіздің әкеңізге Lamborghini. Дұрыс. Lamborghini сыйлаңдар. Адан кейін Қоя тұршы. Адан кейін бар. Lamborghini сыйлаңдар, болды, бар. Ол басеке жазып қоямыз. Жазып қойыңыз. Адасып қойды. Benim әкім, қалай сен семірдің, халқыңның артқан үмітін ақтамадың тағы да.
Benim ekem akşanı jarattın, halkına bölüp bermeyneге jalattın tağı da. Akşanı kızlarını özgeyde. X Factor aslında. Жоқ, есеп алуға кеп тұрмын, есеп. Бер шананы. Мен дәптер. Міне, 5-ші сыныпты математика кітабы 19-ші бет, 2-ші, 3-ші есеп шығарып бер. Артында көрсетеді. Я. Ядан кейін қандай бет? Ядан кейін Ал, қандай бұл? оданша о деңізші. А? Адан кейін Жоқ, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Аха. Жылдың алдында 23 миллион бөлінген болатын бюджеттен. Соған есеп сұрап тұрмын мен. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Кетші! Қорқып жібердің адамды. Мен де қорқып кеттім өзім. Отырыңыз, аға. Отырыңыз. Бірден айтып, Иә, сонымен мына халыққа деп не істедіңіз? Халыққа. Не істедің? Қалғанда берем ма? Халқыма деп, ауылдастарыма деп, 500 адамға мейрамхана соқтым, тойлап жүрсін деп, мейрамхана. Ал. Енді жастарға не істедіңіз? Жастарға дискотека соқтым, көңілді жүрсін деп, сауна соқтым, жуылып жүрсін деп. Ал. Әне? Енді қалғанын не істедіңіз? Қалғанын енді. Қалғанын жедік, не? Қалғанына енді бұл актеді, терек талдар кіріп кетілді. Жоқ, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Сіз маған 2 миллионға істеген нәрсе. Бұл да біреудің баласы ғой. Сіз осыған жауап бересіз. Заң алдында. Жоқ, енді аға, Басеке. сіз өзіңіз жолдан келген адамсыз, шаршадыңыз, бағанағы мейрамханаға барайық, жақсылап ас ішейік, тамақтанып алайық, одан кейін барып, жастардың қалай демалатынын жастардың қалай демалатынын Бағана беріп көңіл бақылайды. Құрметті көрермендер, тоқетері елімізде ақша бар, оны жөнімен жарату жоқ. Осы бар мен жоқ үйлесім тапса, еліміз көркейе түспек.